Балалық шақты еске түсіретін ең дәмді күріш подкастының барлық қыр-сырымен бөлісетін боламын. Сәлем достар, сіздермен бірге Ақмарал. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, подписация етуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір пиала күрішімізді жақсылап жуып алып, үстінен 200 мл қайнаған суды құйып, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Минут тұрған күрішімізді алып, үстінен 150 мл қайнаған суымызды құямыз да, баяу отта күрішіміздің суы тартылғанша пісіретін боламыз. Қасықтың ұшымен кішкене ғана тұз қосамыз. Отымызды баяу қойып, қайта-қайта қозғап, крышкасын жаппай, суы тартылғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, 7-8 минут шамасында күрішіміздің суы тартылды. Бұл жерде күріш до конца піспейді. Енді 300 мл қайнап тұрған сүтімізді құйып, үстінен 2 ас қасық қант салатын боламыз. Отымызды жай қойып, крышкасын жауып, 7-8 минуттай бұқтырып алатын боламыз. Мінекей достар, кашамыз да дайын. Міндетті түрде дәл видеодағыдай жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі сәтті болып шығады. Кішкентай кезіміздегі жеген кашалардың дәміне ұқсайды. Астарыңыз дәмді болсын. Қалай шыққаны жайлы комментарийға менімен бірге бөлісіп кетіңіздер және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.